Қайырлы күн достар, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен мерекелік дастарханға 4 түрлі дәмді салаттардың рецептерімен бөлісемін. Бұл салаттарды дайындап, сіз өз қонақтарыңызды таң қалдыратындарыңыз сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ең бірінші салат ет пен қызылшадан дайындалатын өте нәзік дәмді салат. Барлық керек ингредиенттер мұнда видеода көрсетілген. Етімізді, көкөністерімізді және де жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Енді піскен етті осылай майдалап, дәл видеодағыдай турап аламыз. Содан соң горохтан басқа ингредиенттердің барлығын осындай үкіштің майда жағынан өткізіп, жеке-жеке ыдыстарға салып дайындап аламыз. Енді салатымызды жинаймыз. Ол үшін осылай кесеге пищевая пленка төсеп, бірінші қабатына етімізді салып, үстінен осылай басып шығамыз. Бізге төңкерген кезде формасын жоғалтпау керек. Содан соң осылай майонезбен сеточка жасаймыз. Оның үстінен екінші қабатына ірімшік кетеді. Ірімшікті жаңа майда теркадан өткізілген. Онда үстінен осылай басып, майонезден сеточка жасаймыз. Келесі кезекте горохымызды саламыз. Ыдысымыздың шет-шетіне дейін жеткізуге тырысыңыздар. Сол кезде салатымыз өте әдемі болып тұрады. Горохтың үстінен майонезімізді жағып шығамыз. Одан кейін сәбіз күштен өткізілген. Оны да осылай бір келкі етіп, жайғастырып, үстінен майонезді жағамыз. Келесі кезекте картопымызды саламыз. Картоп салғаннан кейін осылай жайғастырып, әдемілеп бір келкі болғанын қадағалаңыз. Үстінен майонез жағамыз. Содан соң піскен жұмыртқаны да салып, бір келкі етіп, үстінен қасықтың көмегімен осылай қатты күш салмай басып, майонезімізді жағамыз. Ең соңында қызылшамызды бір тегіс етіп салып шығамыз. Жалпы достар, айта кететін жайт, мендегі кесе өте үлкендеу. Егер сізде кішірек кесе болса, дәл осы ингредиенттермен сізде 2 салат шығады. Енді жаңағы кесемізден үлкенірек тарелканы алып, осылай төңкеріп аламыз абайлап. Енді бетіндегі кесені осылай көтергенде бізде әдемі форма шығады. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді, тойымды салат. Енді екінші салатымызды дайындауға кірісеміз. Мужской каприз деп аталады. Барлық керек ингредиенттерімді видеода көрсетілген. Ал енді кірісейік. Ең алдымен піскен етті міндетті түрде тұзды суға пісіріп алыңыздар. Осылай майдалап тураймыз. Және бізге осылай дайындау үшін формочка керек. Формочкаға бірінші қабатына осылай етті салып, үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Келесі кезекте пиязымызды осылай өте майдалап тураймыз. Пиязды маринадтасаңыздар да болады. Мен қызыл пиязды алдым. Содан соң картопымызды осылай үкіштің майдасынан өткізіп, оны үшінші қабатына, үшінші слойға салып, үстінен майонез жағып шығамыз. Содан соң піскен жұмыртқанымызды да картоп тәріздес осылай майдалап үкіштен өткізіп, картоптың бетіне саламыз. Және де міндетті түрде майонез жағамыз. Жұмыртқадан кейін майонезді көбірек жағуға тырысамын, құрғақ болып қалмас үшін. Келесі кезекте ірімшігімізді осылай үкіштің майдасынан өткізіп, ең бетіне осы ірімшікті салып шығамыз. Жалпы салатты өз қалауларынша әсемдесеңіздер болады. Ештеңе етпесеңіздер де өте әдемі көрінеді. Ірімшік тұрса да, бірақ мен осылай майонезбен ірілеу етіп сеточка жасадым. Және шет-шеттеріне осылай аскөкті майдалап турап қойып шықтым. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Келесі салатымыз қазіргі көптеген тойханаларда хит болып жатқан королевский салаты. Барлық керек ингредиенттерін видеода көрсетіп қойдым. Енді дайындауға кірісеміз. Ең алдымен осылай бізге аңшылық шұжығын, яғни охотничий колбаскиді осылай қиқашынан турап аламыз. Содан соң ірімшігімізді осылай жіңішке етіп турап,
оны үшбұрышты формаға немесе төртбұрышты формаға тураймыз. Бізге содан соң корнишоны керек болады майда. Және де қызанақты, черри қызанағын қолдансаңыздар да болады. Менде кәдімгі қызанақ, ірі рет тураймыз. Содан соң салат жапырақтарын тураймыз. Және де жұмыртқаны да осындай ірі бөлшектерге бөліп турап аламыз. Барлық туралған ингредиенттерімізді үлкендеу ыдысқа салып, үстінен майонез бен қаймақты және тұз бен бұрышты қосамыз татымына қарай. Тек қана майонез қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бізге осы чечил ірімшігін осылай қолымыздың көмегімен өте майда-майда етіп бөліктерге бөлеміз. Енді салатымызды тарелкаға салып, әдемі формаға былай келтіріп, үстінен чечил ірімшігін қойып шығамыз. Осымен біздің дәмді салатымыз дайын, өте ерекше, дәмді шығады. Келесі салатымыз мен жолдасыма қатты ұнаған балықпен қызылшадан дайындалады. Барлық ингредиенттерімді видеода көрсетілген. Кез келген селедканы қолдансаңыздар болады. Енді дайындауға кірісеміз. Селедканы осылай майдалап турап ыдысымызға салып аламыз. Содан соң піскен картопты осылай майда төртбұрышты кубик етіп турап, оны да ыдысқа саламыз. Келесі кезекте бізде тұздалған қиярды да осылай кубик етіп турап алып, жаңағы селедка мен картопымызға қосамыз. Келесі кезекте бізде қызыл пияз салатқа ерекше бір дәм береді. Оны да осылай майдалап турап аламыз. Содан соң шым-шым тұз бен бұрышты қосамыз. Үстінен міндетті түрде майонезді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте кинза, петрушка, аскөк немесе көк пияз қалағанын алсаңыз болады. Осылай майдалап турап аламыз. Енді кезекте қызылшаны да ұсақтау етіп, кубик тәрізді етіп тураймыз. Сол кезде салатымыз ерекше дәмді болады. Енді туралған қызылшаны басқа бөлек бір ыдысқа салып, үстінен бір ас қасық зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды тарелкаға салып, дөңгелек формаға келтіреміз. Қаласаңыздар төртбұрышты формаға келтірсеңіздер де болады. Енді осындай шұңғыл жасаймыз қасықтың көмегімен. Әр жерінен менде осылай 4 жерінен жасадым. Енді осы шұңғылдарды жаңаға туралған қызылшамызды салып толтырып шығамыз. Салат өте ерекше, әсем болып тұрады дастарханыңызда. Және мына қалған жерлеріне жаңағы кинзамызды қойып шығамыз. Айтып өткенде кез келген аскөкті қолдансаңыз болады. Осымен достар, біздің салаттарымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар менің каналымда көптеген салаттардың рецептілері бар. Назарларыңызға рахмет.